Қазақстанға газды алып келіп, Қарашаңырақтың газын Орынбордың заводынан өңдеп, қайтып алып келіп, Қазақстанның ішкі нарығына пайдалануға соған жасалған үлкен жұмыстар бар. Сонымен қатар экспортқа да шығарып, одан үлкен пайда алып, бүгін осы компания өзі тұрақты компания екенін көрсетіп отыр, және өзі мына экономика жағынан өте пайдалы компания екенін бізге өзінің жұмысымен көрсетіп отыр. Сонымен қатар қазір бұл компания анау Имашевский деген кен орын, Ресей мен Қазақстанның шекарасында тұрған кен орынды екі жақты болып бірге жасайтын болғандықтан, осы компания сол кен орнында дамытуға жұмыстанып жатыр. Бұл жаңа үлкен бағыт. Ол Имашевский деген кен орынды біздер білеміз, оның өте қиын екендігін, оның технология жағынан, тағы басқа жағынан жаңағы үлкен жоғары қысымы бар, ол жерде газ бен конденсаттың, сонымен қатар өте жоғары күкірті бар екені белгілі, сондықтан бұл оңай жұмыс емес. Сонда атқаруға кірісіп жатыр. Бұл деген біздің ойымызша екі елдің арасындағы келіскен жобаларды іске асырудың бір үлкен мағынасы болады деп есептейміз. Енді